Дәл осы шақыру билетінің жасалу жолымен дәл қазір бөліспекшімін. Кеш жарық, есімім Алтынай, осы каналдың авторы. Бұл шақыру билетінің жасау үшін біз тек қана бір приложение пайдаланамыз, ол PicsArt деп аталады. PicsArtқа кіргеннен кейін осы инструменттің арасынан басып обрезать деп керекті размерімізді келтіреміз. Мен мына жерде в stories формат дедім. И мына жақтан background деп түстерін таңдасаңыздар болады, немесе фоны или оның жанындағы тұрған галереяны басып дайындап қойған фондарыңызды алып келіп қоясыздар. Мен мына жерде ақ фонды қойдым, кейін оны жасыл Pinterest'тен көшіріп алған фонмен ауыстыратын боламын. Ендеше кеттік. Инструменттің арасынан стикері деген бар. Бұл стикеріға поиске өзімізге керекті орысша жазып, ағылшынша жазып, тіпті қазақша жазып іздеп көрсек, осылай ою дегенді жаздым. Мына жақтан осы бір 5 ою шықты. Өзіме ұнаған осы бір оюды алып келіп қойдым. Енді бұл мерейтой болғаннан кейін осылай оюларды пайдаланған жөн деп санаймын. Ана жақта настройкидан сіздер насыщенностін көбейтіп, азайтып, там четкость беріп, солай жасап алсаңыздар болады. Прозрачность деген бар астында. Сол прозрачностьтың қасында копия деп тұр. Соны копияны бассаңыздар, осылай дублировать етіледі файл. Ыңғайлы өзіңіздің местаңызға қойып алыңыз, и келесі стикерді іздейміз. Ол үшін круг деп жазайын, немесе arrow, circle, gold circle деп жазсаңыздар болады. Сонымен осындай міне домалақтың түр-түрі шығады. Қарап, өзіңізге ұнаған түрін мінекей мынандай. Өзіңізге ұнаған үстін басасыз да, осылай таңдап алып келіп қоясыз қоятын жеріңізге. Астына прозрачность тоже қарасаңыздар, кішкене размерін үлкейтіп кішірейтіп, екі саусағыңызбен келтіресіз. И мына жерде мен көріп қалдым, мынандай разделитель тоже осылай қоя салайын. Оны да бір тексттің арасын бөлгенге пайдаланамыз. Егер таңдағанымыз ұнамай, лучше табылып атса, осылай ауыстыра салсаңыздар болады. Тоже барлығының бірге настройкасын жасап аламыз. Яркостін, красочностін арттырып, мынау бізге керек емесін үстіндегі X-ті басып өшіре саламыз. Ыңғайластырып қойғаннан кейін біз енді келесі этап тексттарымызды жазуға көшеміз. Элементтер үлкен болып тұрса, қолдарыңызбен осылай кішірейтіп, бөлігіне қоя бересіздер, қоятын жерлеріңізге. Мен жақтан уже слойымды таңдап, тексттарымды жазып бастадым. Домалақтың ішіне 63 жас деп жаздым, мерейтой деп жаздым. Екі ғана түс, екі түрлі шрифтті пайдаланамын. Яғни астында текст дегенді алып, осылай таңдағаннан кейін цвет дегеннен түсімізді таңдаймыз. Шрифт деген жерден шрифт таңдаймыз. Бұл шрифттар қазақ тілді. Менің каналыма жазылғаныңыз үшін директке жазсаңыз сізге тегін беретін болдым. Яғни осы текст дегеннің кнопканың үстін басу арқылы сіздер бұл тексттардың бәрін жазасыз. Шрифт дегенмен шрифтін таңдап, түс цвет дегенмен түстерін таңдап қоясыздар. Болды. Бұл жақтың ешқандай қиындығы жоқ. Текстті енді жаза алмай жатырмын десеңіздер, онда менің басқа да видеоларымнан көрсеңіздер болады. Мына жерде мен мерейтой дегенді бөлек, құрметті дегенді бөлек, Сәкен Тоқтарұлының дегенді бөлек. Яғни бұл жерде тұрған тексттарды 4 бөлек жазып алдым мен. Қайтадан текст дегенді басып, енді келесі текстіміз енгіземіз, осылай күнін, жаңағы болатын жерін дегендей. Үтір нүктесіне дейін бәрін жазып болғаннан кейін птичкамен сақтаймыз. Енді қарасаңыздар, мынау fk-alterna.kz деген шрифт мендегі. Бұларды каналға жазылып, жаңағыдай директке жазсаңыз, мен сізге тегін беретін боламын. И астындағы элементтерден мінекей размерін үлкейтіп кішірейтсеңіз, бәрінде 3 деген размер тұр. Менде цвет деген менен қандай түсті таңдап атсыз, сол түсті таңдап қоясыз. Бұл жақтан градиент, жаңағындай фотолардан алып қойсаңыздар да болады. Яғни бір жағы ақ, бір жағы қызыл болып тұрсын десеңіздер, сол градиент немесе текстура дегенмен жасай бересіздер. Мынандай элементтердің барлығы мешать етіп тұрса, размерімен кішірейтіп, ал егер осылай элементті жылжытайын десеңіз, мынандай басқалары жылжып кетіп атқан жағдайда, жанында тұрған layersке барасыздар. И сол керек емес сізге қозғалтпау керек нәрсені алып, жандағы замокпен қойып қоясыздар. Сол кезде ол жылжып сізге мешать етпейді.
өздеріңіздің дизайн насмотренностарыңызға қарай осы бір элементтердің керекті жерлеріңізге қойып аласыздар. Мен мына жақта екі жақ шетіне бұрышына қойдым, себебі ортадағы текстпен барлығы бір баттасып кеткенде эффект беріп тұрды. Сондықтан осылай екі жанына қаратай тартып әкеп қоямыз. Енді тағы бір текст жазайық. Жаңағы той иелері балалары деген текст бар бізде. Добавить текст, текстен кнопканы басамыз. И сосын кейін керекті сөзімізді енгіземіз. Бұл жердегі шрифт енді ФК альтерна емес. Бұны смотреть все деп мына орнатқан шрифттардың арасынан мынау centuri.kz деген шрифтті пайдаланамыз. Яғни екі түрлісінен артыққа біз жоламаймыз. И екі түсінен болса кішкене жинақы болып тұрады. Осылай жазып кеп қойдық. Енді бұл слишком простой болып қалмасын, бір эффекттері болып тұрсын десеңіздер, ол эффекттің өзі осы PicsArt'та орналастыруға болады. Оны астындағы мына жерде элемент бар, қазір айтамын. Вот блик деген. Ол блик дегеннің арасында осындай бір сәулелерді тауып қойсаңыздар болады. Ол күшті осындай эффект беріп тұрады. Кішкене размерін кішірейтіп, бір әріп жарқырап тұрсын дейсіздер ма, или бір элемент жарқырасын дейсіздер ма, сояққа апарып осында бликті де пайдалансаңыздар болады, кисттен бөлек. Қазір кистпен де жұмыс жасап көрсетемін. Осылай екі жақ шетіне қойып көрдім мен. Мынандай лайерспен дубликат істеп алып копиясын примерно екі жақ бұрышына алып келіп қойдым. Мына жақта мерейтой дегенде енді осы жарқырап тұрсын деп ойлап едім, но оқылмай қалады екен. Сондықтан ана жақта екі шетінен сәуледей шықсын деп осылай қойдым. Мына астындағы инструменттерден кисты деген бар. Осы кистыға кірсеңіздер түрлі осындай бір эффекттер шығады. Жұлдыз, жүрек, жылтыраған, қар сияқтылар, соның біреусінің үстін басып, мысалға қолыңызбен экранын алып, размерін кішірейтіп алып, прозрачный кішкене басып, өстіп қолыңыздарыңызбен жүргізсеңіздер, бұл пайда болады. И төбесіндегі кері тұрған стрелканы бассаңыздар, ол жойылып кетеді. Мынандай баблгам сияқтылар бар, көріп тұрғандарыңыздай. И осылай бір жылтыраған эффект берсін деп кішкене размерін үлкейтіп, осы бір жылтырақ эффектіні мен пайдаландым. Примерно осылай шашып шығамыз. Бұл пайда болған шақыру билеттеріңізді енді той, құдағи деген кісілеріңізге жібере берсеңіздер болады. Дәл осылай сіздер де шақыру билетін оп-оңай жасай аласыздар. Бұған енді CapCut'қа кіріп, сіздер жаңағыдай өзіне бөлек анимация беріп, музыкасымен әрлеп 1 минуттық видео жасап та жіберсеңіздер жақсы нәтиже береді. Жалпы осы видео ұнады деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше, қош, сау болыңыздар. Жалпы рахмет сіздерге.